Қайырлы таң. Кино саласында режиссер қыздар саусақпен санарлық. Біз бүгін белгілі режиссер Ұлжан Қолдауқызымен әңгімелеспекпіз. Білуімізше дәл осы уақытта Ұлжан апай осы киностудиядағы жұмысында болуы тиіс. Қазір көйлейік. Сәлематсыз ба, Ұлжан апай? Сізді іздеп келе жатыр едік, жолықтырғанымызға қуаныштымыз. Ой, апайым, рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы, жұмысқа келе жатырмын. Жақсы, жүріңіз. Өзіміз мына ескерткішінің алдында тұрған Шәкен атамыз сізді өнерге бағыттаған. Демек, рухани әкем деп айта аласыз ғой? Айта аламын, себебі жалғыз мен емес, талай осы жерде қазір өнердің саңлағы болған, жасы келген режиссерлар бар. Солардың көзі осы кісінің қолынан өткен, ақылыменен өмір мектебі ғой. Ұлы адам, ұлы режиссер, киногер, бәрін сценарийінде, актерында, бәрі театрда да, киноны да қолға алып, сол кездің өзінде бұл кісі сондай жаңағы дәріс бермесе де, андай неге барып институтқа, академияға, осы жерде көптеген жастарды өнер мектебіне әкелді. Қазақ киносының бақыты бар. Мен айтар едім, бұл кісімен мен көмекші, помощник режиссер дейді, режиссерді көмекшіден бастадым, жұмыс істедім. Бұл кісінің қасында жүріп, көзін көріп жұмыс істеген адам бақытты деп айтар едім. Бұл кісінің әруағыма, несі күні осы күнге дейін осы мынау киностудияның ішінде жүргендей болып көрінеді. Студент кезіңізден осы қазақ фильмде дыбыстау бөлімінде жұмысыңызды, еңбек жолыңызды бастадыңыз. Сол жылдарда мынау режиссурадағы тәжірибе жинақтаған кезең деп айта аласыз ба? Университеттің журналистика факультетін бітіріп оқып жүрген кезімде осында келдім. Келіп едім осында сол кино байқауға мені көріп болғысы шақырып, қайдан кел, қайда оқисың деп сұрағанда бәрін айтқанымды айтты. Сен кел, мен жүргі оқы, мына 2 жылдыққа түс. Ана университетте журналистика болса, сыртқа ауыз ештеңе жоқ. Өзің ешкімнің жоқ екен. Мен жерде мен саған жұмыс тауып берем. Жүгіресің, кәдімгі бәрін үлгересің, егер қаласаң деп. Содан бастап мен анау актерскийға түстім. Киноактер деген 2 жылдық университетте сыртқа ауыстым. Осы жерде мені режиссердің көмекшісі ғып, аударма фильміне дубляж дейді, дыбыстандыру несі бірлестігі ол кездері. Сол жерге орналастырды мені Шәкен аға. Ой, төбем көкке жетіп, қандай қуанып, содан Құдайға шүкір әрі қарай мен мына кинодағы өмірім басталған сияқты болды. Ал енді менің жұмыс орныма барып әңгімелесейік. Мына қазақ фильмнің айналасы әдемі болып құлпырып тұр екен. Өзіңізге жылдың қай мезгілі ұнайды? Жылдың әрине қай мезгілі болса да өте жақсы ғой. Біздің мұсылман халқы білген ғой, қай кезде тойлайтын, жер көгеріп мінекей қандай. Оның үстіне мына біздің мына киностудияның несі, мынау алаңы, тұрған жері өте керемет, сондай бір кей кезде тіпті киноны мың жақтарға барып түсіре саламыз, бана көркем фильмдерді алысқа баруға жағдай келмеген кездері көріп отырса қырғауылдарға дейін жүгіріп жүр. Қорықпайды ешкімнен. Мынаны нелердің бәрі, шыршалардың бәрі қысы жазы осылай тұра. Өте керемет. Кей кезде осының ішінде енді қанша жыл бойы өмір кішкентайым осы жерде істеп келе жатырмын ғой. Ана еңбек кітапшасында бір ғана менде мөлтір екен, ол киностудия қазақ фильмі екен. Кеткен демесін, қиын кездерде де кеткен жоқпын, жақсы кездерде де кеткен жоқпын. Себебі мен кішкентайымнан үйім сияқты. Түсірген кином өзімнің қазағыма ұнасын деген қағиданы берік ұстанған режиссерсіз. Шын мәнінде Тауқымет, Ашынған ана, Сағыныш, Айғаным секілді көптеген фильмдеріңіз көрерменнің көңілінен шыққан фильмдер. Құпиясы неде? Біріншіден өзінің ұлтының салт дәстүрін ұлттық кино түсіру үшін білу керек. Екіншіден мынау көбінесе ауылдың жағы жалаң аяқ жүріп, құмын басып, айранын ішіп, соның бәрін құрт жеп өскен қазақтың несіміз, баласымыз. Сондықтан да көбінесе мен қазақы тарихи әйел тағдырына байланысты түсіремін. Біз білеміз, кішкентайымыз сонда өстік, ауылда өстік. Кімнің
орыс режиссерінің басымды иетінің күшін өзінің ауылымен, орысшылығын деревнясыменен соны түсіріп, кәдімгі нағыз өмірді түсіріп, сонымен аты шықты, сонымен мойындатты көрермен. Ең бастысы ойлаймын, енді қанша жыл істеп келе жатсам да, режиссердің басты міндеті көрерменнің көзін жеткізіп көңілден шықса, көкейін орнаса, одан артық ештеңе де жоқ. Ер азаматтардың өзі әрең шыдайтын кәсіпті өміріңізге серік еттіңіз. Ал осы мамандығыңыздың сізді қуанышқа бөлеген кезі көп пе? Шынын айтсам, қуанған кезімнен қиналған кездерім, өкінген кездерім өте көп болды. Кино деген сондай нәрсе, жаңағы, ой, бәрін бітірдім, бәрін құрттым. Бір киноң дұрыс шықса, екіншісі ойдағыдай болмауы мүмкін. Ойдағыдай бәрі бірдей болмайды, себебі жалғыз режиссер жасамайды, жалғыз сценарист жасамайды. Оның операторы, қоюшы операторы бар, оның композиторы бар. Ұжымдық, ол ұжымның ішінде ұжымдық шаруа, әртүрлі дүниелер болады. Солардың басын біріктіріп, басын ұстап, бәрінің тілін тауып түсіндіріп, сонда ғана 100%-ға мықтап түсірдім, бітті деген нәрсені мен айта алмаймын. Жігіттер айтатын шығар, оның несі айтатын кезеңі меніңше көрерменнің орнынан тұрып, бір сәтке саған түрегеп қол соқса, мен айтар едім, ең болмаса бір еңбегінің жартысын қарындас қайтқаны дер едім. Қиындығымен қатар қызығы да жүреді, өкінішпен қатар қуанғаның да жүреді. Қайсарсыз, тік мінезіңіз де бар. Жалпы осындай қасиеттердің пайдасы көп пе, әлде кедергісі молырақ па? Образды бейнені сомдауға келген актердің жағдайына қарап, соның деңгейіне түсу керек. Қанша сен мінезді бол, қанша мынандай түсіру алаңында әрбір актердің балдан әкелдің ба, мектептегі бал, соның деңгейіне түсіп отыр да, сонымен балымыздағыңды жеп, сосын бір қазір мынаны осылай істеп, қайтет десең, жасайын дейді. Кей кезде шаршап, жар ортадан тастап талай адам кеткен. Себебі адам деген пенде, мен шаршамаймын, мен қырам жуам, мен осындай күштімін деп, өтірік дүние. Адамның да шаршайтын кезі болады. Тауқыметті түсіріп жатырғанымда, мысалы, неде анау Жетіген деген ар жағында түсіріп жаттық, Николаевка бәрі ар жағы, кәдімгі құм, айдала, әбден біткенбіз, шаршағанбыз. Сондай кездері бір рет жыладым, сонда айтайын. Техника сынды, камера сынды. Сосын бір актер ішіп кетті. Талдың түбіне келіп көлеңкесі отырған басым салбырап дейді. Бір кісі айтты, актер, үлкендеу кісі, атын айтпай қояйын. Жылайтының бар, неменеге кино түсіресің деді. Неменеге жылап отырсың деді. Торма деді. Халық саған қарап отыр деді. Сен толсаң қалғанда не істейді деді. Түсіргенде болды деді, әлің келмей ма деді. Тұрдым да бәрі жинастырып, қолымнан келгенде, соғын онша болмаса да жұмыс істедім. Енді қазіргі уақытта немен айналысып жүрсіз? Қандай фильм түсіріп жатырсыз? Қазір менің тұрақты жұмысым аударма несі, жаңағы бірлестігі. Сол жерде біз барлық орысшадан қазақшаға, қазақшадан орысшаға аударылатын фильмдерді дыбыстандыру дейді, актерларменен жұмыс істейміз. Жүргенов атындағы академияда режиссурадан, монтаждан неде сабақ беремін. Қазір бір іс бастаймын ба деп отырмын, амандық болса, киноны бастамай жатып, ешқандай айтпаймыз біз. Сол өзімізше сақтаймыз. Құпия болып қалсын дейсіз ғой. Ұлжан апай, уақытыңызды бөліп, бізге арнайы сұхбат бергеніңізге сізге үлкен рахмет айтамыз. Өзіңізге шығармашылық табыс, отбасыңызға амандық тілейміз. Көңіл бөліп келгендеріңізге сіздерге де рахмет. Қазақстан каналымен өте сыйлаймын. Ізденіс үстіндесіңдер. Осындай ұмытпай бізге келіп тұрыңыздар. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған белгілі режиссер Ұлжан Қолдауқызы. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.